жиі қойылатын сауалдың бірі осы жылқы етінің адал, арамдығы, оны жеуге рұқсат па? Көшеде қайыр сұрап тұрады, ақшаны араққа, басқа жамандыққа жұмсап қоятын біле тұра, біз енді соның күнәсіне ортақтасып қалмаймыз ба? Садақа себепті жаңағыдай бір инсап келіп, жамандығынан тыйылар дейді. Алла тағалаға уәде беріп, оны пендешілікпен бұзып қойса, не істеу керек дейді? Енді ол нәзірдің дұрыс болу үшін өзінің шарттары бар. Дольщик болып, осы үйге ақша салу бітпеген, әлі салмаған үйге осы қаншалық дұрыс? Бұл шариғатымызда истисна деген келісім түрі бар. Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен, бұл жауабы бар хабары. Бүгін міне өздеріңізге кезекті санын ұсынып отырмыз. Әлеуметтік желіде келіп түскен сауалдарға біз рет-ретмен жауап берейік. Студиямыздың қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімінің бас маманы Медет Құрмашұлы ұстаз, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ұстаз, енді сұрақ өте көп. Біз соның ішінен біз қоғамға мынау қазір өзекті деген сауалдарды іріктеп алып отырмыз. Көп жағдайда кездесіп жатады, көшеде қайыр сұрап тұрады, бірақ енді оның ішіп жүргенін білеміз, оның берсек ақшаны араққа, басқа жамандыққа жұмсап қоятын біле тұра, біз енді соның күнәсіне ортақтасып қалмаймыз ба? Қайыр садақамызды беру арқылы. Енді көп жағдайда болады, кейде бірақ бермей қалып жатамыз. Осымыз қаншалық дұрыс, енді оның ол мұқтаждықпен сұрап тұрма, оны да білмейміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді жалпы бұл садақа берудің ауқымы кең, зекет сияқты емес та. Садақаны жаңа кез келген адамға беруге болады, бірақ әлбетте мұқтаж адамдарға берген абзал. Енді мысалы бір адам сізден сұрап тұр, сіз оның қайда жұмсайтынын білмейсіз. Ол уақытта ол кісіге садақа беретін болсаңыз, сіз оның сауабын аласыз. Бухари, Муслимде хадис келеді, пайғамбарымыз бір кісі шығады да, мен бүгін бір садақа қылайын деп түнде шығады да, біреуге садақа беріп жібереді. Екінші күні адамда шулай бастайды. Түнде біреу ұрлықшыға садақа берді дейді. Екінші күн шығады да, тағы садақа береді. Сөйтсе бір жеңіл жүрісті әйелге садақа берді деп тағы адамдар шулап кетеді. Үшінші күні шығады да, тағы біреуге садақа береді, сөйтсе бай адамға берген болады. Үшінші күн тағы адамдар кеше біреу түнде бай адамға садақа беріпті деген сияқты сонда шулайды. Сонда жаңа кісі тұрады, енді бұл да Алланың қалауы ғой дейді да. Сөйтіп түс көреді, түс көрген уақытта біреу түсінде айтады, сен дейді жаңағындай ұрлықшы адамға садақа бердің, мүмкін ол садақа себепті ұрлығынан тыйылар дейді. Екінші жаңа жеңіл жүрісті әйелге садақа бердің, ол сол садақа себепті жаңағындай бір инсап келіп, жамандығынан тыйылар дейді. Үшіншісі, бай адамға садақа бердің, ол сенің садақаңнан ғибрат алып, ол кедейлерге өзі садақа қылар дейді. Сондықтан да бұл жерде қарайтын болсақ, жаңағы кісі осы кісілерге садақа берумен қатар, ол өзінің сауабын алып жатыр. Ал енді сіз біліп тұрсыз, бір арақ ішетін адам келді де сізден садақа сұрап тұр. Сіз біліп тұрсыз, нақты біліп тұрсыз, немесе ойыңыздың басым көпшілігімен біліп тұрсыз, ол оны араққа жұмсайтын біліп тұрсыз. Немесе сұраған уақытта сол араққа деп арнайы сұрап тұр. Бұл уақытта ол адамға садақа беруге болмайды. Себебі сіз бұл уақытта оған жаңағындай бір күнәлі іске, харам іске, арам іске жәрдем берген болып есептелесіз. Алла тағала Құранда айтады: "Ва таауану алал бирри ват тақва, ва ла таауану алал исми вал удван." Яғни бір-біріңе жақсылықта, тақуалықта жәрдем беріңдер, дұшпандықта, күнәлі істерде бір-біріңе жәрдем бермеңдер дейді. Сондықтан да бұндай уақытта анық білетін болсаңыз, оған жәрдем бермейсіз. Жәрдем берген жағдайда сіз сол күнәлі іске жәрдем берген себепті өзіңізді күнә алған болып есептелесіз. Әлеуметтік желіде келіп түскен сауалдардың ішінде мынадай бір сауал бар екен: қас теруге бола ма? Енді қандай жағдайда рұқсат етіледі? Күйеуінің алдында әдемі көріну үшін рұқсат па? Дінімізде осының бір рұқсат берген тұстар бар ма? Жалпы әдемілік мақсатында, бөгде адамдарға бір әдемі көріну мақсатында қас жұлуға болмайды. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар: жасанды шаш таққандар, таққызғандар, қас жұлғандар, жұлғызғандар және денесіне нақыш, сугрет салғандар, салғызғандар, бұлар Алла тағаланың лағнетіне ұшырайды деген хадис бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның. Сондықтан да бұл қас теруге болмайды.
егер тек қана мысалы бір қасы қалың болып күйеуі соны әйелінен сұраса, күйеуіне әдемі көріну мақсатында қасының жаңағындай бір қарындаш құсатып сызып тастағандай қылып тастамастан бір жан-жағын реттеп қоюдың оқасы жоқ. Сондай-ақ мысалы мынау қастың, яғни қабақтың үстіне шыққан түктерді, мынау қастың екі ортасына шыққан түктерді алып тастаса, оған рұқсат етіледі. Ұстаз, енді әлеуметтік желіде қазір қарап отырсақ, конкурс көп. Бірі көлік ұтып алу, телефон ұтып алу деген секілді. Біреу тегін қатысты, соны ұтып ал деп жатады. Тегін қатысуға бола ма, әлде жалпы осындай конкурстарға әлеуметтік желі арқылы қатысуға тыйым салынған ба? Мынау әлеуметтік желілерде сондай бір 30 ойындарына қатысу мәселелеріне шариғатымызда екіге бөліп қарастырсақ болады. Біріншісі, егер оған кіру үшін, яғни сол 30 ойындарына қатысу үшін бір кіру жарнасын белгілейтін болса, мысалы осында қатысу үшін, мысалы осыншама ақша төлейсің, немесе осындай өнімді сатып ал, мынау кітапты сатып ал, тағы бір нәрсені сатып ал деп шарт қоятын болса, бұл уақытта ондай ойындарға қатысуға болмайды. Себебі бұл құмарға кіреді. Ал шариғатымызда білеміз, құмар жайында Алла Тағала Құранда анық оның арам екенін айтып қойған. Сондықтан оған қатысуға болмайды. Ал енді егер тегін қатысу болатын болса, мысалы, тегін қатысу бір демеушілерменен жаңағындай бір демеушілер арқылы сондай сыйлықтар қойылатын болатын болса, ол уақытта оған қатысуға рұқсат етіледі. Бірақ дегенмен де оның бір жаңағындай бір жарнамалап жатқан нәрселері, мысалы жарнамалайын деп тұрған нәрселер, арам болмау керек, 30-қа қойған нәрселері, ол да жаңағындай бір адал нәрселер болу керек. Сол сияқты бір алдау, арбау, жаңағындай біреудің ақысын жеп қою, сондай нәрселер болмау керек. Мысалы, сауда орындарынан бір зат сатып алдық, шай сатып алдық, кітап сатып алдық, болмаса бір киім сатып алдық, бірақ соның бізде чегі бар, сол чекті бір мына айналдыратын барабанға салып қояды, содан сіз жүлдеге қатысасыз, ойынға қатысып кетесіз, содан ұтып аласыз бір нәрсе. Осы қаншалықты дұрыс? Енді бұл жаңа сауда орындарындағы мәселеге келетін болсақ, бұл жерде де жалпы ғалымдардың арасында бұл тартысты мәселе. Кейбір ғалымдар мүлдем болмайды деген, кейбір ғалымдар оған арнайы шарттар қойған. Егер мысалы сіз сол мысалы шай дейік, кітап дейік, басқа нәрсе, сіз оған өзіңізге сол нәрсе керек болып, сіз бір 30-қа қатысу бұл жерде ойыңызда жоқ. Ойда жоқ, иә. Сізге сол нәрсе керек болып алдыңыз, кейін соның жаңағындай бір сыйлығы шығып жатса, оны алудың оқасы жоқ деген. Ал егер сіз сол 30-қа қатысу мақсатында сол затты алатын болсаңыз, және де сол анау сауда орталықтары сол 30 себепті сол шайдың дейік мысалы, немесе кітаптың бағасын сол себепті қосатын болса, өсіріп қоятын болса, өзінің нақты бағасынан, ол уақытта оған рұқсат етілмейді. Тағы бір сауалымыз намазға қатысты екен. Шүкір намазы қалай оқылады дейді? Жалпы бұл шүкір намазына келетін болсақ, пендеге мысалы бір қуанышты хабар жеткен уақытта, немесе бір нығметке бөленген уақытта пенде, бір қиыншылықтан құтылған уақытта Алла Тағалаға сол нығметтерге, сол берген нәрсесіне шүкірлік ретінде 2 ракат намаз оқу, немесе жаңағыдай шүкіршілік сәждесін жасау, бұл мұстахаб амал. Яғни бұл 5 уақыт намаздан, 5 уақыт парыз намаздардан бөлек, бұл жаңағы қосымша нәпіл намаздар десек болады. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккені фатх қылған уақытта, яғни Меккені алған уақытта 2 ракат сол шүкіршілік намазын оққан. 2 ракат. Яғни Алла Тағала осы шүкір етіп, Алла Тағала шүкір етіп 2 ракат намаз оққан. Енді бұның оқылу көрінісіне келетін болсақ, мынау таң намазының парызы, таң намазының 2 ракат сүннет сияқты 2 ракаттан тұратын, солай 2 ракат болып оқылатын намаз. Ал енді шүкір сәждесіне келетін болсақ, бұл да шүкір сәждесі де жаңа айтқанымыз сияқты бір қуанышты хабар, нығметке бөленген уақытта Алла Тағалаға шүкіршілік ретінде сәжде жасау. Енді бұл сәждеге келетін болсақ, не айтамыз сәжде? Жалпы сәжде бұл жерде тилауат сәждесі сияқты жасалады. Тилауат сәждесінде білеміз, сол шүкір сәждесін жасауға ниет етеді, қолды көтермейді, Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеде жаңағындай Алла Тағалаға мақтау айтады. Субхана роббиял аля деп сәждедегі тасбихтарды айтады. Кейін Аллаху акбар деп сәждеден көтеріледі, екі жаққа сәлем берместен осылай
сәждені аяқтайды. Сәждені аяқтайды. Бұл рұқсат еді? Иә, жалпы пайғамбарымыз хадис бар. Пайғамбарымызға қандай да бір қуанышты хабар келсе, немесе бір қуанышты хабармен пайғамбарымызды біреу кеп сүйіншілейтін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірден сәжде қылатын еді деп береді. Бірақ жаңа айтқанымыз сияқты шарттары оның сол құбылаға жүздену керек, дәретті болу керек, жасайтын жері, киімі бәрі намаздағыдай шарттар бәрі орындалу керек болады. Ұстаз, енді шүкір сәждесін көп жағдайда байқап жатамыз. Мына спортшылар көп жасайды. Төбелес, бокс, жекпе-жектерінен кейін немесе мына футболда әлемдік деңгейдегі жұлдыздар жасап жатады. Осы қаншалықты дұрыс? Спорттан тыймайды шариғатымыз. Бірақ мынау ереже жекпе-жектерді қарайтын болсақ, ол жерде бір-бірін ұру, яғни беттен ұру, шариғатымызда мысалы зақым келтіріп жатады, беттен ұрып, ұрудан қайтарған. Сол сияқты денсаулықтарына зиян жеткізіп жатады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар, ля дорара ва ля дирор деген, яғни өзіңе де өзгеге де зиян беру жоқ деген. Сондықтан бұндай жерлерде өзі мынау ереже жекпе-жектердің өзі бұл шариғатқа сай келе бермейді. Алла тағалаға уәде беріп, оны пендешілікпен бұзып қойса, не істеу керек дейді? Жалпы Алла тағалаға уәде беру шариғатымызда нәзір деп айтылады. Бұл нәзір дегеніміз пенде өзіне бір амалды міндеттеп алуы. Енді ол нәзірдің дұрыс болу үшін өзінің шарттары бар. Мысалы, ол құлшылық түрінен болу керек. Мысалы, намаз, ораза, құрбандық, қажылық сияқты құлшылық түрлерінен болу керек. Кейін оны өзіне міндеттеп алған адам оны орындай алатындай болу керек. Және де оны тілмен айту керек. Енді нәзірдің өзі екіге бөлінеді. Біріншісі Алла тағалаға бойсыну бойынша нәзір айту, екіншісіне Алла тағалаға күнә болатын істе нәзір айту болып бөлінеді. Мысалы, біреу айтатын болса, егер мысалы Алла тағала мені мынау қиыншылықтан құтқаратын болса, немесе мынау ауруымнан жазылатын болсам, немесе осы балам осы ауруынан шипа табатын болса, мен Алла үшін мысалы екі қой құрбандыққа шаламын. Уәде берді. Немесе жаңағыдай бір жұма ораза ұстаймын деп уәде берді. Осы уақытта бұл уәдесін орындау міндетті болады оған. Сол сияқты мысалы айтты, ешқандай бір уәде бір шартқа байлаған жоқ, бірақ айтты, мен әр бейсенбі, дүйсенбі ораза ұстап тұрам деді. Әр күні осыншама садақа беріп тұрам деді. Бұл да өзіне адам бір нәрсені міндеттеп алғаннан кейін, бұл да міндетті болады. Біріншісі сонда қарайтын болсақ, бір нәрсеге шектеп айтып жатыр. Яғни сол ауру, мысалы мен осы ауруымнан жазылсам деді, ауруынан жазылғаннан кейін сол нәзірін орындау міндетті болады. Екіншісі жалпылама айтты, бұл уақытта сол әр дүйсенбі келген сайын ораза ұстап тұру оған міндетті болады. Ал екіншісі түріне келетін болсақ, бұл мысалы Алла тағалаға күнәлі істе болатын болса, мысалы біреу айтса, мен осындай болатын болса, мен ата-анама бойсынбаймын деп айтты. Құдай сақтасын, ата-анаға бойсынбау бұл Алла тағалаға күнә болатын іс. Бұл уақытта пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар, кімде-кім Алла тағалаға бойсынуды қалап нәзір ететін болса, оны орындасын деген. Ал Алла тағалаға күнәлі істе нәзір ететін болса, оны бұзып, оның кафаратын өтесін деген. Сондықтан да бізде Құранда да айтылады, «Ва юфуна бин нәзри» дейді. Олар өздерінің нәзірлерін орындайды дейді. Яғни нәзірді орындау міндетті болады. Ал енді күнәліс болатын болса, ол уақытта ол нәзірді бұзады. Мысалы, ата-анамен сөйлеспеймін деп біреу нәзір қылды. Ол сол нәзірін бұзады да ата-анасымен сөйлеседі, бірақ оның кафаратын орындау міндетті болады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар, кафарату нәзри, кафаратул ямин деген. Нәзірдің кафараты ант ішудің кафаратындай деген. Яғни ант ішудің кафараты қандай? Ол енді бұрынғы уақытта құл болды, бір құлды азат ету ең бірінші, қазір құлдық заман жоқ. Сондықтан да 10 міскінді киіндіру, яғни киіндіргенде де намаз оқуға жарамды киім, яғни асты үстімен киім алып беру 10 міскінге, жағдай жоқ адамға. Одан кейін оған шамасы жетпей жататын болса, 10 адамды, сол жағдай жоқ адамды тамақтандыру. Таңертең кешкі тамақтандырады. Яғни сол таңертеңгі тамақтандырған адамдары соларды кешке де тамақтандыру керек. Мысалы, таңертең бір адам тамақтандырып, кешке басқа адам тамақтандыратын болса, ол нәзірді орындаған болып есептелмейді. Егер осыған шамасы жетпейтін болса, ол уақытта арасын үзбей 3 рет ораза ұстау оған міндетті болады. Сөйтіп осы нәзірдің кафаратын бұзған жағдайда нәзірдің кафаратынан осылай құтылады.
Ұстаз, енді ел арасында қазір мынадай алып қашпа әңгіме де бар. Бізге келіп түскен сауалдардың бірі осыған негізделеді. Жалпы жылқы етін жеуге рұқсат па? Дінімізде, шариғатта қандай дәлелдері бар? Осыны айтып өтсек. Жалпы жылқының еті адал, оны жеуге рұқсат. Жабир ибн Абдулладан жеткен хадисте ол кісі былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үй есегін жеуге тыйым салды, жылқы етін жеуге рұқсат берді деген. Және де сол кісіден келетін басқа хадисте ол кісі айтады: біз Хайбар күні жылқының етін жедік деген. Осы хадистерді негізге ала отырып, Ханафи мазхабында имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммад, және де Хамбали мазхабы, Шафи мазхабының ғалымдары жылқының етін жеуге рұқсат берген. Ал имам Абу Ханифа жылқының етін жеу макрух санаған. Оның макрух санауын біздің ғалымдарымыз былай түсіндіреді: ол кезде жылқы малы соғыс құралы, мініс, тасымалдау көлік ретінде саналған. Сондықтан оны егер жеуге рұқсат берілетін болғанда, ол жаңағыдай соғыс құралы, сол жылқы азайып кететін еді. Осы жағынан имам Абу Ханифа оны жеуді макрух санаған. Жылқының еті нәжас емес. Өйткені мынау жылқының сілекейі таза болып саналады. Фиқ кітаптарында айтылғандай, сілекей ол жануардың етіне қаратай үкімі беріледі. Мысалы, егер еті желінетін жануар болатын болса, оның сілекейі таза болады, ал еті желінбейтін жануар болатын болса, оның сілекейі нәжас болады. Сондай-ақ мынау жылқының сүтіне келетін болсақ, ол барлық ғалымдардың көзқарасы бойынша оның сүті адал болып саналады. Сондықтан да біз толық айта аламыз: жылқының етін жеуге болады, оның сүтін де ішуге болады. Енді қазір ұстаз онлайн замандамыз ғой, енді көп нәрсе мына интернетке бағынышты болып кетті. Осы интернет арқылы бір затын сату, сауда-саттық жасау қаншалықты дұрыс? Жалпы енді интернет арқылы сауда-саттық жасау, бұл енді бір алдамшылықтан, сондай шариғатқа сай келмейтін нәрселерден ада болатын болса, оған рұқсат. Яғни бұл білеміз, Ханафи мазхабында сауда-саттықтың рүкіні ижаб пен қабул, яғни біреу саттым, біреу алдым деп айту. Енді бұл жерде мынау интернет арқылы болғаннан кейін бұл екеуі бір-бірімен кездеспеуі мүмкін, бірақ біздің фиқ кітаптарында хат арқылы келісімшарт жасаса береді. Сол сияқты мынау қазіргі уақытта мынау электрондық жүйе дамыған уақытта WhatsApp арқылы, басқа нәрсе арқылы екеуі келісетін болса, бұл шариғатымыз оған рұқсат етіледі. Енді бұл жерде тағы бір айтып кететін нәрсе, мысалы, кейбір жағдайларда болады, сол зат адамның өзінде болатын зат. Мысалы, адамның сол зат өзінің меншігінде бар, сол затты интернетке жарнамалайды да сөйтіп сатады. Бұл кәдімгі біздің күнделіктегі мынау офлайн режимдегі, офлайн жүйедегі қарапайым сауда сияқты, бұл саудаға рұқсат етіледі. Ал енді екінші түрі, мысалы, бір зат ол кісіде жоқ, бірақ оны ол кісі мысалы алдын ала барады да, сол зат сататын кәсіпкерлермен келісіп қояды. Кейін сол заттарды өзінің мысалы парақшасында, басқа жерлерде жарнамалайды. Кейін жаңағы адамдар алам деген уақытта сол адамдардан бірінші ақшасын жинап алады, ақшасын алып алады да, кейін жаңа келіскен адамнан тауарды сатып әкеп соларға табыстайды. Бұл сауда түріне де шариғатымызда рұқсат етіледі. Бұл шариғатымызда сәлем саудасы деп айтылады. Яғни сәлем саудасы дегеніміз не? Ақшаны нақты беріп, тауарды кешіктіріп беру деген сөз. Яғни ақшаны, бірақ шарты ақшаны нақты алу керек. Ақшаны нақты алып, бөліп төлеуге де болмайды бұл жерде. Ақшаны нақты алады да, кейін тауарды кешіктіріп әкеліп береді. Бірақ оның жаңа айтқан сияқты шарттары, тауарға байланысты ешқандай белгісіздік болмау керек. Ол тауардың сипаты, оның мөлшері, мысалы мөлшермен берілетін зат болатын болса, соның барлығы екі жақты, екі сатушы мен сатып алушыны бір ақырында талас тартыс қалып баратын, сондай белгісіздіктердің бәрін жойып барып, сөйтіп келіссе болады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар: кімде-кім сіздерден сәлем саудасын жасайтын болса, белгілі мөлшерде, белгілі уақытта жасасын деген. Яғни сонда уақыты да белгілі болу керек, мөлшері де белгілі болу керек, сипаттар бәрі белгілі болу керек. Сөйтіп жасалатын болса, бұған шариғатымызда рұқсат етіледі. Әйелдер қай уақытта орамалсыз жүре алады? Жалпы балиғат жасына жеткен, ақыл ес дұрыс мұсылман әйел адамға орамалмен жүруі ол
парыз, міндетті. Енді бұл жерде әйел адамның жағдайын біз намаздағы уақыттағы және өзінің туысқандарының қасында жүруді және бөгде адамдардың алдында жүру деп үшке бөліп қарастырсақ болады. Енді намазда білеміз, жалпы әйел адам намазда бұл орамалмен тұрып, әйел адамның беті, жаңағында екі қолы, алақаны осы жер ғана көріну керек. Сөйтіп намаз оқу керек болады. Қалған жерлерінің бәрі жабық болу керек. Және сол сияқты бөгде ер адамдардың алдында да әйел адам тек қана жүзіменен екі алақанын көрсетуіне болады. Ал енді өзінің орамалсыз кімнің алдында жүре алады дейтін болсақ, орамалсыз ол өзінің жаңағы махрамдарының алдында жүре алады. Махрам дегеніміз оған үйленуге мүлдем болмайтын өзінің туыстары. Мысалы, күйеуінің әкесінің алдында, аталарының алдында, өзінің әкесінің, ағаларының, інілерінің алдында, өзінің балаларының алдында, өзінің әкесінің інілерінің алдында, өзінің анасының інілерінің, ағаларының алдында. Жалпы осындай тағы осы сияқты туысқандардың алдында ол әйел адам орамалсыз жүре алады. Енді қазір көп адам толғандыратын тағы бір сауал келіп түскен екен. Осы салымшы деп жатамыз ғой, мына дольщиктер. Дольщик болып, осы үйге ақша салу бітпеген, әлі салынбаған үйге осы қаншалық дұрыс? Жалпы, қазіргі уақытта осындай салынып жатқан үйлерді, енді салынайын деп жатқан үйлерді сатып жатады. Яғни мысалы, арнайы картасына қарап, осылай сатып жатады. Бұл жалпы шариғатымызда бұған рұқсат етіледі. Бұл шариғатымызда истисна деген келісім түрі бар. Яғни жасалмаған затты, мысалы біреуге сіз бір ұстаға бір нәрсені тапсырыс бересіз, сөйтіп ол кісі сізге жасап бергеннен кейін сіз ақшасын төлеп оны аласыз. Сол сияқты қазіргі уақыттағы осы тұрғын үйлерді, жаңағыдай салынбаған тұрғын үйлерді сату осы келісім түріменен шариғатымызда рұқсат етіледі. Алайда жаңа айтқанымыз сияқты оның сипаттары толық айтылу керек болады. Мысалы, нешінші қабатта, жаңағыдай қай жерде орналасқаны, бөлмелері қалай болады, терезелері қалай болады, барлығы жаңа сипаттамалардың барлығы анық көрсетілу керек болады. Шарт болу керек, шарт болу керек. Және де оның жаңа тапсырылатын мерзімі қай кезде болады, соның бәрі нақтылану керек. Егер осындай шарттардың бәріне сай болатын болса, ол уақытта алушы адам одан бас тартуға құқы болмайды. Ал егер жаңа айтылған шарттарға сай келмейтін болса, ол уақытта ақша салған адам одан бас тартуына құқы болады. Ақшасын талап етуге құқы болады. Сондықтан да қазір салынып жатқан үйлерді сол осы келісім, истисна келісімі бойынша сатса, шариғатта оның оқасы жоқ. Ал енді осы құрылыс компаниясы болсын, басқа да бір осы өнім өндіруші, болмаса тағы да басқа дүниелерге инвестор ретінде ақша салып, содан бір пассивті кіріс, табыс көруге бола ма? Енді жалпы бұл мысалы бір тараптан жұмыс болып, екінші тараптан соған инвестор болу, бұл шариғатымызда мудораба деген келісім бар. Мудораба деген келісім түрі бар. Яғни, мысалы бір адам жағдайы бар адам болуы мүмкін, бай адам болуы мүмкін, ақшасы бар қолында. Бірақ ол оны қайда жұмсайтынын білмейді, әрі қалай оны жұмыс ету жолын білмеуі мүмкін. Екінші бір адам бар, ол адам жаңағыдай қолынан келеді, ананда жасайды, мынанда жасайды, бірақ оның соған қаражаты болмауы мүмкін. Осы уақытта келесі адам оған инвестор болып, сол адам сол жұмысты алып баратын болса, бұл осы жаңа айтқанымыз сияқты мудораба келісімі деп аталып шариғатта, оған шариғатымызда рұқсат етіледі. Бірақ бұл жерде тағы айтып кететін нәрсе, мысалы ақша беріп жатқан адам, оған шектеулі, шектеусіз деген мудорабаның түрі бар да, ақша беріп жатқан адам мысалы айтуы мүмкін, сен тек қана мысалы құрылыспен ғана айналысасың, немесе тек қана сен мынандай тауарды ғана сатасың деп шарт қою мүмкін. Және де осы Астананың ішінде немесе Қазақстанның ішінде ғана сатасың, сырттан шықпайсың деп шарт қоятын болса, сол жұмыс алған адам соны орындау міндетті болады. Егер сол шартты бұзатын болып, бір нәрсе банкрот болып қалатын болса, ол уақытта соған ақшасын төлеп беру міндетті болады. Ал енді шектеусіз түрі бар, ол өзің қалай жасасаң олай жаса, бірақ осылай жасап бітір деп айтатын болса, ол уақытта жаңағы
істі жүргізіп жатқан адам өзі қалағанша жасауына оған рұқсат етіледі. Және де тағы бір нәрсе, бұл жерде пайданы бөлген уақытта, енді ортада түскен пайданы олар екі ара бөледі ғой, сол уақытта оны пайызбен бөлу керек болады. Пайызбен. Мысалы, 50-да 50 деген сияқты, 60-да 40 деген сияқты, сол түскен пайданы осылай пайызбен бөлу керек болады. Ал егер мысалы инвестор болған адам маған айына 200 мың беріп отырасың, немесе 300 мың беріп отырасың деп шарт қоятын болса, бұл уақытта оған рұқсат етілмейді. Себебі ол бір айда оған ақша түспей қалуы да мүмкін. Сондықтан сол түскен пайданы пайызбен есептеп отырады. Ұстаз, өзіңізге Алла разы болсын. Бүгін міне бірнеше сауалға жауап бердік. Қадірлі көрермен, өздеріңізге келіп түскен сауалдар, бұның барлығы біздің Муфтият KZ әлеуметтік Инстаграмдағы парақша арқылы келіп түскен болатын. Біз ешқандай іріктеусіз барлық сауалдарыңызды міне ұстаздарымызға жеткіздік. Сіздерден сауал болсын, біз жауап беруге дайынбыз. Бүгінгі студиямызға келіп сіздердің сауалдарына жауап берген шариғат және пәтуа бөлімінің бас маманы Медет Құрмашұлы ұстазға алғысымызды айтып, хабарымызды аяқтаймыз. Аман, сау болыңыздар.